Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балық қуыру жолымен бөлісетін боламын. Балықтың қыр-сырын үйрену жолын атамнан үйрендім. Атам жолдасымның әкесі. Менің атам балықпен айналысады. Уха сорпасын және балықты қалай қуыру жолымен, кокталды пісіру жолымен барлығын үйреткен. Үйренгенімді сіздерге көрсетіп отырмын. Сол себепті менің каналыма кіріп тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен балығымызды қабығынан тазалап алдым. Енді ішкі бөлігін тазалап аламын. Көріп тұрғандарыңыздай балықтың ішінен үлкен уылдырығы, яғни икрасы шықты. 2 есе көп. Балықтың ішкі құрылысын жақсылап тазалап алатын боламыз. Басын бөлек кесіп аламыз. Басын уха сорпасына дайындайтын боламын. Уха рецебін описанияға қалдырып кетемін. Кіріп көрсеңіздер болады. Бұл балықты бізге көп болады. Сол себептен жартысын ғана қолданамын. Барлығын бөліп тұздап аламыз. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қойсаңыз, өте дәмді болып шығады. Балығымызды осылай бірнеше бөлікке бөліп кесіп аламыз да, дәл ортасынан бөліп дайындап аламыз. Туралған балықтарымызды жақсылап жуып тазалап алдым. Балығымды дайындап алдым, кесіп турап алдым. Енді тұз себуді ұмытпаймыз. Мінекей балығымыз тоңазытқышта 1 сағаттай тұрды. Тұздалған балығымызды салафанға салып, мұздатқышқа сақтап қоямыз. Келесі күні қуырып дайындап қоямыз. Бізге бұл балығымыз өте көп. Сол себепті мен морозилькаға осылай уылдырығында салып қоятын боламын. Уылдырығына тұз сеуіп, қазір жақсылап майға қуырып алатын боламыз. Ұнды бір ыдысқа дайындап алдым. Балығымызды бір-бірлеп ұнға салып, қызып тұрған майға қуырамыз. Балықты салғаннан кейін қақпағын жаппай 2-3 минуттай қуырып аламыз. Мінекей осылай. Одан кейін екінші жағын аударған кезде қақпағын жауып 5 минутқа пісіріп аламыз. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздердің комментарияларыңызға жауап беретін боламын. Өте дәмді әрі пайдалы рецептпен бөлісіп отырамын. Келесі уылдырығымыз, яғни икрамызды тұздалған және де ыдыстағы ұнымызға бір аунатып алып, қызып тұрған майымызға қуырып аламыз. Қақпағын жауып 7 минутқа ақырын отқа қуырып аламыз.
Қақпағын алып піскенін байқаймыз. Мінекей пісті. Арнайы қысқышпен алып дастарханымызға ұсынсаңыздар болады. Балығымыз бен уылдырығымыз, яғни икрамыз дайын болды. Өте дәмді әрі пайдалы тағам. Арасы жақсы піскен, жұп-жұмсақ. Видеом сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Каналыма кіріп тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.